Сәлем достар, жағдайларың жақсы ма, денсаулықтарың жақсы ма? Мен қайта оралдым. Енді мықты контенттерді түсіруге жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Біраз болды түсірмей кеткеніме, жеке шаруалармен байланысты. Енді қолға алып жатыр, қайтадан мықты контенттерді түсіріп, ары қарай бірге дамитын боламыз. Менің каналымды алғаш көріп отқандар болатын болса, міндетті түрде жазылып кетіңіздер. Бізбен бірге болсаңыздар, IT саласы бойынша ең қызықты, ең маңызды тақырыптардың барлығын талқылайтын боламыз. Ойларыңыз болса, пікірлеріңіз болса, міндетті түрде комментке жазыңыздар. Шамам шарқым келгенше жауап беруге тырысамын. Бүгінгі менің қозғайын деп отқан тақырыбым, енді бізде жаңадан өсіп келе жатқан жас мектеп оқушылары бар, үлкен кісілер бар. Бәрі енді бұл тақырып қызық болмауы мүмкін, бірақ негізі керек тақырыптың бірі ол Mail.ru компаниясы туралы айтатын боламыз. Mail.ru қалай регистрация жасаймыз, сол туралы тоқталып өтем. Жалпы Mail.ru ол қалай оны табамыз? Мысалға ана жерге кез келген, мысалға Mail.ru атын жазу қиын болатын болса, кез келген, мысалға орысшада Mail деп жазсаңыз, мысалға даже клавиатураның өзінен қате жібергеннің өзінде ол сізге Mail.ru деп шығарып беріп тұрады. Бассаңыз бірінші қартылып көресіз. Немесе мынау атақты іздеу жүйелері, поисковый система Google мен Яндексте де, мысалы мына жерде Mail.ru деп жазатын болсам, все российское деп енді бірден тауып аласыздар. Mail.ru деген бұл доменнің атауы. Домен деген не екенін білмейтін көрермендеріміз болса, ол доменнің атауы. Мысалға домен деген ол сіздің сайтыңыздың адресі. Былайша айтқан кезде, мысалға Сульпак KZ, бізде Қазақстанда Алсер KZ, Нұротан KZ деген сөз, ол әр сайттың өзінің атауы болады. Соны домен деп атайды. Интернет технология тілінде осындай Google арқылы немесе Яндекс арқылы Mail.ru-ға кіресіздер. Бұл доменнің атауы. Сосын домендер әртүрлі болады. Мысалы қазақстандықта KZ болады, орыстарда .ru болады, коммерческий болса .com болады, желілік сетевой болады, мысалы .net болады деген сияқты. Организационный болса .org болады. Мысалы бір ат беріледі, мысалға кез келген бір атты ала саласыз, и соған сондай домендерді сатып аласыз. Ол туралы отдельно тақырып түсіретін боламын, домендер туралы. Бұл жерде менің көрсетейін дегенім, Mail.ru деген осы компания қаяқтан пайда болды, қаяқтікі, бұл не үшін керек, сол сұрақтарға жауап беруге тырысайын. Орналасқан жері бұл Mail.ru компаниясының Мәскеу қаласында орналасқан орыс мемлекетінің компаниясы. Негізін қалаушылар Юрий Мильнер, Григорий Фингер және Дмитрий Гришин дейді. Осы Mail.ru-дің негізін қалаушы азаматтар. Mail.ru компаниясына кіретін өте көп, активінде көп компаниялар бар, осындай программалар бар. Мысалға танымал оларға кіретін әлеуметтік желілерден ВКонтакте кіреді, Mail.ru-дің Group компаниясына, құрамына Одноклассники, Мой мир, 25 жастан асқан кісілер біледі. ICQ деген бұрын Mail.ru деген программалар болатын, солардың негізін қалаушы осы Mail.ru компаниясы. Бұны жерде енді Mail.ru компаниясының активтерін көрсетіп кетейін. Бұл Mail.ru деген өте үлкен компания, Ресей мемлекетінің компаниясы. Бұл жерде Mail.ru деген осындай интернет портал, ВКонтакте, міне көріп отырсыздар, Одноклассники, Mail.ru, латвийская социальный сеть бар, олар айтады One IT деген. Енді қарап отырсаңыздар, бізге танымал ICQ, фриланс несі бар, сервис для поиска фриланса работает, жұмыс істеу. Live интернет өзім жақсы қолданам. Live интернет бұл сайттарда, мысалға сіздің сайтыңызға қанша адам кірді, сол туралы мысалға білу үшін статистика болады.
міне сол лайф интернет егер сайт жасап жатсаңыздар, лайф интернет жаңағы счетчик дейді ғой, счетчик статистикалық жаңағы кодын осы қолдансаңыздар болады. Өте керемет лайф интернет, өте танымал. Қазіргі СНГ мемлекетінде мен өзім жақсы қолданамын. Мына жерде қарап отырсаңыздар, биржаға байланысты өте көп енді активінде. Бұл жерде танымал бізге не бар тағы? Служба знакомства, Mamba.ru, бір танысатын болсаңыз біреулермен осындай сайттар бар. Мысалы Kiwiді білесіздер, біздің өзіміздің қолданып жүрген Kiwi кошелек, Kiwi платформаның барлығы осы Mail.ru активіне кіреді екен. Бұл жерде енді бізге керегілері осы, қалғандарын енді біз Қазақстанда көп қолдана бермейміз. Көрсетейін дегенім осы. Жалпы енді Mail.ru туралы біраз мәлімет білдіңіздер. Бұл жерде енді Mail.ru-да қалай регистрация жасаймыз. Mail.ru порталына кіресіздер, өзінің бұл да бір жағынан почталық сервер болғанымен, бір жағынан іздеу жүйесіне де жатады. Mail.ru өте танымал СНГ осы Советский Союз дейміз ғой, СНГ мемлекеттерінің арасында бұл өте танымал. Бұл жерде де көп нәрсені Google-да қалай іздейсіз, жаңа мен көрсеткенмін, Google-да, Яндексте қалай іздейсіз, дәл осылай Mail.ru-да да кез келген нәрсені іздеп тауып ала беруге болады. Мысалы, мына жерге жазсақ, мысалы біздің колеса KZ деп жазатын болсақ, мысалы көрейік іздеп, мына жерде міне енді мына жерде енді бұлар қарамай қоясыздар. Төртінші енді бұл Ресей мемлекетіне жақын болғандықтан, сол Ресей мемлекетінің өздерінің рекламный сайттары, міне где реклама деп тұрған бәрі, ал негізі міне бесплатныдан бастап, осы жерден бастап кетеді. Міне колеса KZ біздің Қазақстанның, мен өйткені KZ деп жазғаннан кейін біздің колеса KZ-тің доменін бірінші тауып берді. Өте танымал, өте пользовательдері көп. Міне осындай іздеу жүйесі арқылы қолдануға болады екен. Так, Mail.ru-ға оралайық. Қайтадан Mail.ru бізге керегі, маңызды. Mail.ru-ға оралайық, жауып тастайық қалғандар. Міне осы жерде бізге регистрация. Енді жаңадан бастап жүрген оқушылар болатын болса, почта деген не екен қысқаша түсіндіріп жүрейін. Почта деген мысалға сіз өзіңіздегі бар құжаттарды или біреуге бір сообщение жазатын болсаңыз, жекелей соның барлығын почта арқылы жіберуге болады. Өте ыңғайлы. Почта деген өзіңіздің жеке адресіңіз арқылы біреулерге жеке почтасына өзіңізге керек бір мәліметтерді жіберуге болады. Почтаның түрлері көп, бизнес класс болып бөлінеді, обычный пользовательдер болып бөлінеді. Сол себепті почтаның өзіңізде почта болған дұрыс. Бұл жерде енді 4 Mail.ru-дың өзінің доменный собачка арқылы несі бар. Мысалы Mail.ru дейді, Inbox.ru, List.ru, BK.ru бір жерде көріп жатсаңыз таңғалмаңыз. Осы соңында собачкадан кейін мысалы Gmail дейді, gmail.com деп Google-дың өзінің почтовый адресі бар. Бұл жерде Mail.ru-дың осындай өзінің BK.ru, List.ru, Inbox.ru, Mail.ru деген осындай керемет 4 порталы бар. Енді арғарай регистрацияны басамыз. Ең алғашқы көріп жатсаңыздар, осындай регистрация дегенді басасыздар. Менде интернет сәл баяу жұмыс істеп тұр. Енді осы жерде бір кез келген атты өзіңізге почтаны қалай құрасыз осы жерде көрсетейін. Мысалға мен Қайрат, бізді танымал әншімізді қолданайық. Нұртас Қайрат. Білмеймін енді қазақша алама көрейік. Негізі орыстардікі барынан кейін Қайрат Нұртас дейсіз, алу керек. Одан кейін бір туған күнді кез келген өзіңіздің енді шынайы январдың 1-і дей салайын. Мысалға 2000 Қайрат қай жылғы өзім білмеймін. 88 дей салайын. Мысалға осындай өзіңіздің таза туған күн датаңызды қойғаныңыз дұрыс. Өйткені ертең Mail.ru-да почтаңызда қанша жыл өткеннен кейін маңызды жұмыс істей бастағаннан кейін сізді блокировать етіп тастайтын болса, сіздің удостоверениеңіздің копиясын сұрайтын кездер болады. Сол кездерде өзіңіздің шынайы фамилияңызды, шынайы датаңызды, жалпы шынайы өзіңіздің неңізді толтырғандарыңыз жөн. Мысалға мына жерде мужской, енді мына жерде өзі
басып қалсаңыздар үстіне сіздің фамилияңызға байланысты өзі осындай бос домендерді ұсынады. Енді сіз олармен келіспеусеңіз де болады. Мысалы Нұртас Айрат дейді, Нұртас 88БК дейді. Енді бұл жерде өзіңіз құрастырасыз. Обычно көбінесе өзінің Айрат 1988 деген сияқты құрып жатады. Бұл с таким аккаунт уже существует дейді, бар екен. Мысалы Қайрат сызықша деп көрейік. Ол да бос емес екен. Енді Қайраттар өте көп бізде, сондықтан бір Қайрат Нұртас 88 деп қоятын болсақ, міне осындай не бос екен домен. Мысал ретінде енді сіздерге көрсетіп отырмын, өздеріңіз дейсіздер. Бұл жерде енді өздеріңіз таңдайсыздар. Соңғы домен Mail.ru деп алсаңыздар да болады, BK деп алсаңыздар да болады, Inbox деп алсаңыздар да болады, List деп алсаңыздар да болады. Енді танымал болғандықтан Mail.ru қалдырған дұрыс. Көп пользовательдер BK, Inbox, Listті біле бермейді, сол себептен Mail.ru өте танымал, сол доменді қалдырған дұрыс деп өзім есептеймін. Енді парольді өз жерде екі жақты бірдей қоясыздар. Парольді құрған кезде ескертетініңіз жазылып тұр, міне. Не, короче, 8 букв дейді, 8 саннан кем болмау керек, 8 әріптен немесе цифрдан. Бұл жерде енді цифрды да қолданыңыз, санды да қолданыңыз, қауіпсіз болу үшін. Мен көбінесе бірінші әрпін, мысалға Қайрат 88 деген пароль құратын болсам, соның бірінші әрпін қысын Қайрат 88 деймін мысалға, или ағылшын тілімен жазсам да, бірінші әрпін үлкен заглавный буква дейді, үлкен әріппен жазам. Сол кезде сіздің пароліңізді бұзу өте қиын болады. Осы жерге осындай пароль жазасыз, сосын мына жерге өзіңіздің пароліңізді екеуі бірдей болғаннан кейін, мына жерде резервный почта немесе указать номер телефона. Өз жерде енді 7705 деп жаза берсеңіз, мына жерде Қазақстан таңдайсыздар, өзі 7-ні шығарып береді. Ары қарай өзіңіздің телефоныңызды жазып, Қазақстан деген таңдағаннан кейін осы жерге жазып кетесіздер. 705, Билайн, актив қандай. И создать десеңіз, сіздің электронный SMS келеді телефоныңызға. Сол телефоннан подтверждение жасап, ары қарай почтаңыз тіркеліп кетеді. Сол почтаңызды бір жерге жазып қоясыз, ешқашан ұмытпау керек. Сол почта арқылы кіріп, ары қарай жұмыс жасайсыздар. Міне, сіздерге көрсетейін дегенім осы. Бүгінгі табақта Mail.ru туралы біраз таныстық, почтаның не екенін көрсеттім. Егер ұнап жатса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Ең бастысы сұрақтарыңыз болса, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Каналға тіркелмесеңіздер, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдыда қызықты сабақтарды түсіретін боламын. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болайық.